Мамырдың 31 күні тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында «Зұлмат жылдары зауалы» атты тағзым ету кеші өткізілді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, олардың рухына тағзым етуге арналған шараға Теміртау қаласының ақсақалдар алқасының мүшелері, қала мектептерінің тарих пәнінің мұғалімдері, орталықтандырған кітапханалар жүйесінің кітапханашылары мен 55-16 әскери бөлімінің сарбаздары қатысты. Іс-шара барысында халқымыздың басына төнген нәубет жылдар жайлы Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Мағира Солтан және 9-шы лицейдің тарих пәнінің мұғалімі Өтен Данияр баяндама жасады. Бейне баяндар көрсетілді. Тағзым ету кешіне сталиндік солақай саясаттың құрбаны болған Қошке Кемеңгеровтің жиен немересі Қарлығаш Рахымбекова қатысып, жазықсыз жапа шеккен арыстың өмірі мен артында қалған ұрпақтары жайлы әңгімеледі. Кеш барысында ағұрпақ өкілдері, ардагерлері сөз алып, жазықсыз жапа шеккен алаш арыстардың есімдерін еске алу, олардың рухтарына құрмет көрсету, тарихтан тағылмалу деген пікірлермен бөлісті.